Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын, ардақты көрермен қауым, бұл Аладоп YouTube арнасы. Студияда мен Ермұхамед Мәулен, әдеттегідей біз Фанбар спорт барының ішіндегі футбол подкасттарын одан ары қарай жалғастырамыз. Сонымен бүгінгі біздің кезекті қонағымыз Қазақстан ұлттық құрама командасының бұрынғы қақпашысы, жалпы көбісі таниды ғой, таныстыруды қажет етпейді. Самат Одырбаев. Самат, ассалаумағалейкум, қош келдің. Уағалейкум, рахмет. Жалпы енді мынау Астанаға дәл келіп қалған екен, Самат, голкиперге бойынша экзамен тапсырып жатсыздар ғой қазір, сонда? Қазір 3 модуль экзамен тапсырып біттік. Енді содан кейін бапкер боласыз ба сонда, қақпашылар бапкері? Құдай қаласа, осы лицензияны алсақ, официально тренер боламыз ғой, бапкер боламыз да қаласа. Сонда КПЛ клубтарында уже жұмыс істей бересіз. Жұмыс істесе болады. Енді КПЛда ол жерде требование қандай екенін білмеймін, егер Б голкипер өтетін болсақ, әрине. Істейміз ғой? Әрине. Енді сонымен қатар бүгін айта кетуіміз керек, Фанбар спорт барында әдеттегідей адамдарда, қонақтарда келіп отыр. Олар да алдарыңызда тұрған микрофонды алып, Самат Отарбаев мырзаға сұрақ қойғыларыңыз келсе, әлбетте кез келген уақытта қойсаңыздар болады, қолдарыңызды көтерсеңіздер болады, микрофонды жібереміз. Енді Самат, мынау кешегі болған матчты талқыласақ деп отырмыз. Астана мен Атырау арасындағы кездесу, мінекей видеосы жүріп жатыр артымызда. Бүкіл мониторларға шығады. Осы ойында Астана командасы 3-2 есебімен жеңіске жетті. Жалпы ойынды көрдің бе өзі? Соңғы жағын ғана айтайық. Қызық болған сияқты ғой. Ойынды бүйтіп көрген жоқпын. Негізі есінде шығып кетті ойын болған. Сөйтіп жаңағы енді классикорда келіп тұрады ғой. 2-2 деген кезде өзім таңғалдым. Неужели ничего болып қалады деп. Енді ондай ой болған жоқпын. Сонымен 2-2 кезінде қоссам, уже 3-2-ге жақындап қалыпты уже. 3-2 болып кетті. Мен өзім негізі бүйтіп қарасам, уже ой келеді бәрібір. Неужели жаңағы точка қойып не алады деп. Сөйтсек, действительно жаңағы не болыпты ғой, қолға тиген. Менің өзім ойым. Екінші пенальтиде енді ол болды деп есептеймін. Алдыңғы пенальти көрген жоқпын әлі осы уақытқа шейін. Бірақ енді одан бірінші пенальтиді болған деп айтады бәрі. Бірақ сонда да ойында Астананың саналмаған голы бар. Ол таза салынған гол. Негіз салынған екен, басқа ракурстан көрген кезде. Оны қарадым, ол салынған гол, таза гол. Енді мынау төрешілердің осындай шешім шығаратын кезде, мынау видео көріністері нашар болып тұр ғой, расын айтқан кезде. Сол да әсер ететін сияқты. Мысалға, Испан Ла Лигасында бір бейне қайтылудан көрсең, таза 100% пенальти ғой деп ойладым өткенде бір матчташы, Вильяреалдың кездесуінде. Соны тағы да екінші бір ракурстан көрсетсе, пенальти болмаған екен, шын айтқаныңыз. Соны 3-4 жерден көру керек та? Енді ол жермен Вильяреалды байттыңыз ғой тоже. Бізде Қазақстанда ондай бірнеше камера жоқ қой. Сол кедергі келтіріп жатыр деп. Біз қазір ойнап жүрген KG лиганың өзінде 5 камерамен түсіреді. Оның өзінде бірнеше ракурстан түседі, уже талқылау болады да. Ал алдында мен... Енді мынау матчтарды 8-9 камерамен түсіріп жатыр ғой. Енді қанша камерамен түсіріп жатқанын білмеймін, бірақ сонда да бізге нормальный обзор бермей жатыр ғой бәрібір. Төрешілердің VAR-дағы обзоры нашар. Біреулердің TikTok-тан түсіріп алған видеолар бар, соларын бетпейіп шығарып алады. Солар көмектесіп жатыр дейсіз. Кешеде Астананың таза соққан әділ голын бір оқырман осылай видеоға, телефонға түсіріп алған екен. Соның ракурсы керемет екен. Журналистердің бірі қақпаның артында тұрған ғой, солардың бірі түсірген екен. Керемет гол, соны бірақ есептемей қойды. Мына жерде негізі Бранимир Калайца деген футболшы қазір ғана таразы басын теңестіріп жатыр. Атыраудағы Стасевич деген ойыншылар бар, Николай Сигневич деген ойыншылар бар, белорусиялық футболшылар. Солар өте керемет ойнап жатыр. Биыл мынау Атырау командасына байланысты қандай бір пікір айтасың жалпы? Ойындарын көрген шығарсың енді 1-2 матч болса да. Атыраудың ойындарын көрдім, алдында Ақтөбемен ойынды көрдім, кубокта. Енді ол кезде, например, Ақтөбеге жанкер болдым. Бірақ 90-шы минутқа шейін 1-0 отырып жатқан кезде өзім сенбей отыр. Неужели Ақтөбе ұтылып қалады деп. Бүйтіп салып кетті. Енді ол жердің қалай салды, басқа қылды, ол жерде мен талқыламай-ақ қояйын. Ол енді тарих қойнауына еріп кетті. Салды, ұтты, билеп айтыр Ақтөбе өтті әйтеуір. Сол сияқты Атырау енді бүйтіп айтқан кезде бірақ биыл ғана емес, жылда әр командаға өзінше бір өзін қойып, иногда андай бұрын айтушы еді, біз кішкентай кезде ойнаған кезде Атыраудың балдары ойнаған саранжа деп кәдімгі тістеп не алады деп. Сол сияқты қазірдің өзінде де КПЛ командаларына қарсы жақсы ойын көрсетіп отыр да, жаңағы топ командаларға қарсы. Топ командаларға қырсығысып дейді ғой, сол сияқты. Келіп ашын өтіп кетіп сол деген нәрсе жоқ та, қырсығысып өзінің ойынын көрсетіп жатыр. Сондықтан Атырау биыл
биыл ғана емес, жылда жақсы негізгі команда. Енді мынау Астана командасына байланысты қандай пікір айтасың? 9-шы орында тұрған екен осыдан 2 ай бұрын. Сөйтіп қазір енді жыл камбэгі дейміз бе, енді қалай айтамыз? Мына қараңыз, енді голдарды топырлатып салды. Кешеде 3-2 өтті. Енді Еврокубокте көрсеткен ойыны бар, мінезі бар, команда деңгейі бар екен мойындауымыз керек шығар бәлкім. Конечно, чемпионаттың соңында, тем более, уже балдарда күште қалмайды, уже фундаменттің бәрі уже жайлап аяқталады. Соның өзінде 9 ойын қалды ма, например, кеше осы рывок болып жатыр қазір. Әр ойында КПЛ-да деген жеңіп, енді қалай жеңсе де, главный жеңіп жатыр. Оны аталғамай қойып. Бірақ сыртта Еврододада біздің атымыз көтеріп жатқанымыз действительно қазір Астана болып тұр. Қанша жерде мен алдында группаға түскенге дейін ойындарына барып көрдім. Милсамен қарсы ойнады, ойын совсем нашар болды, бірақ ол кезде көбісінде күмән болған шығар, осы группаға ойнамайды-ау дегендей. Бәрі ойладық енді. Алғашқы матчтың өзін тең ойнап зорға дегендей. Милсаменға барып ойын көрдім мен енді. Действительно, ойын так себе болды шыны керек ойын. Кейінгі ойындар енді действительно қазір басқа ойындарға да барып жатырмыз, группада ойындар бар. Енді Қазақстанның атын именно клубный рейтингте қазір шығарып действительно Астана. Мысалға енді сен қақпашысың, бұрын енді жалпы осы салада жүрсің ғой, осы қақпашыларға байланысты айтатын болсақ, көп адамның пікірі бар. Астананың қақпашысы Йосип Чондрич өте нашар. Оның орнына Заруцкий, Мұхамеджан Сейсендер жақсы тұрады деген пікір айтып отырмыз. Мен үнемі сөйтіп айтып жүрмін жалпы. Қолдаймын сол пікір. Өйткені өздеріңіз көріп жатсыздар қанша ойында. Енді түсінікті, легионер, хорватиялық легионер. Хорватия, қай жақтан болса. Марин Томасовтың жерлесі. Просто ондай командаларда действительно лучше ойнау керек деп естимін. А данный момент кім Чондрич қателіктен қателік кетіп жатыр. Менің ойымша Заруцкий одан кем ойнамайды. Сейсен де Мұхамеджанға да қанша ойын беріп жатыр, ол да командаға үлесін көрсетіп жатыр. Кубок лигінің финалына шықты ғой. Соның Мұхамеджан Сейсеннің арқасы мысалы. Жеңіске қарсы. Кімге қарсы ойнады? Жеңіске? Елімайға қарсы. Пенальтиден шығарды ғой. Айтпақшы, сол Астана жеңіспен ойнайды ғой. Лигасын кубок. Түркістанда өтетін болып сол матч. Ресми түрде хабар. Бірақ енді кеше жаңағы Олег Игоревич Воскобойникпен сөйлестім. Түркістанда поле қазір идеально болып тұр дейді. Керемет дейді. Өте күшті. Өткен жаңа Қайраттың агрономдары істеген дейді осы жерде. Алматының орталық стадионынан әдем дейді. Ананы қаттығы жүріп дейсің ғой. Мына жерде мынау пенальти берілетіндей негіз мүмкіндік болған осы жерде, бірақ бұрыштама берді. Кейіннен VAR қарады төреші. Сөйтіп осы жерден пенальти шықты. Негізі мінеке бейне қайталауда көріп отырсыздар, қолына тиіп отыр, таза ғой енді пенальти. Енді мен ойлаймын, таза болды деп ойлаймын бұл жерде. Өйткені екі жерде тиді ғой қолына. Енді ол қалай сөйтіп 3-2 болды. Андай орысда айтады ғой, трактовка дейді ғой, енді оны қалай судьялар трактовка жасайтынын мен білмеймін, бірақ менің ойымша екі жерде де қолы тиген сияқты. Бұл жерде мынау 110-ші минут болып жатқаны кішкене көңілге сұрақ туындатпай ма? Негізі төреші 6 минут қосқан еді ғой. Енді көбісінің айтуынша бұл жерде төрешілерге қатты не жоқ, негізі. Просто именно 102 минут ойнаған болмаса, жаңа 12 минут, 6 минут қосып, 12 минут ойнаған болмаса, а так в принципе, жаңағы... Сол VAR қарады ғой енді ол жерде, ол VAR қарады да соны компенсировать еткен шығар бәлкім. VAR қараса да ары кетсе 3 минут қарамайды оны, ары кетсе 1 минут қарайды жерін. Осы матчтан кейін Григорий Константинұлы Бабаян Жоэл Каямба деген Атыраудың ойыншысын басынан бір-ақ ұрыпты дейді. Осыған байланысты айтасыз. Енді ол да жаңа айтып жатырмыз ғой, шеттен түсірілген бір видеолар бар. Жаңағы блогерлер, тиктоктарлардың түсіргендері бар, сол сияқты енді түсіп қалған. Мен де көрдім ол видеоны. Енді бетінен кішкене беттеп шапалақпен сипап жүргені бар сияқты енді. Оны енді өздері жауап береді ғой енді. Енді біз қазір турнирлік кестеге көз жүгіртейік. 25-ші турдан кейінгі, 25-ші турға дейінгі жағдайды қарап өтетін болсақ, Астана командасында қазір 43 ұпай бірінші орында. Қайрат командасы 41 ұпай, Ордабасыда 39, Ақтөбеде 37, Елімайда 37. Бүкіл командаларда мінеке көріп отырсыздар, орталарда 2 ұпайлық айырмашылық бар. Төртеуінде де 2 ұпайдан болып тұр. 1 ұпай болса қызық болатын еді, 2 ұпай кішкене
тең ойнап теңестіріп алуға да болады ау деген ой болып тұр. Енді қараңыз, осы турнирлік кестеге бір шолу жасап өтіп, бірінші орынды кім, екінші орынды кім, үшінші орынды кім алады деген бір болжам сұрағым келіп отыр сізден. Енді менің ойымша Астана мен Қайрат золотой матч ойнаған дұрыс сияқты. Өйткені Қайратта жақсы ойын көрсетіп жатыр ғой енді. Сондықтан менің ойымша сол дұрыс болады, андай идеальный вариант болады жақты биылғаша. Ордабасы білмеймін енді, что-то соңғы кездері. Үшінші орынға лайық дейсің ғой сонда, Ақтөбе екеуі. Ақтөбе екеуі таласатын шығар. Бірінші орын алғаны дұрыс деп айтар едім, бірақ енді Ордабасына. Мына ситуацияға қарап қиындау сияқты енді. Жанкүйерлермен төбелесіп өткенде Асқаттағы берген қатты ашуға булығып кетті. Енді төбелескен жағдайын көрген жоқ. Жоқ, сөзбен төбелесіп жатыр. Иә, оны көрдім енді. Енді жанкүйерлер олар имеет право, олар айтады. Просто біз енді футболисттер болғаннан кейін біз как бы публичный адамбыз ғой. Сосын үндемей қоя салған кетті дұрыс деп ойлаймын. Өте дұрыс шешім дейсің. Иә, өйткені өздеріңіз білесіздер, камераның астындамыз. Лишний раз осындай обсуждениеға түспеу үшін лучше ондай үйге жақындамай қараңғы жерге келіп сөйлесеңіз сияқты. Қараңғы жерде көп сөйлесетін сияқты. Ендеше мына турнирлік кестені көріп отырсыздар, қадірменді ағайын, біз енді 25-ші турдың матчтарына шолу жасауымыз керек. Негізі бағдарламамыздың да түпкі мақсаты сондай. Осының ортасында мына көрермендерден сұрайық. Жалпы сұрақ қойғысы келетін адамдар болса, сұрақ қойсаңыздар болады. Самат Отарбаевқа микрофонды беріп жіберіңіз. Аршат Ораз деген ағамыз біздің сұрақ қоймақшы. Жалпы негізі Ақтөбеге байланысты болады ғой сұрақ. Сен енді Ақтөбеде ойнадың ба? Жоқ па? Естіліп тұр, е? Самат жаңа бастамаңыз жақсы екен бапкер. Бапкер ретінде, қақпашы бапкер ретінде қандай стильді ұстанатын боласыз? Шабуыл ма, әлде қорғанысқа көбірек па? Енді мен енді бапкер болып жатқаным көп болған жоқ. Биыл ғана Кенже лигада жұмыс істеп жатырмын. Жас балалармен 17-18 жасар балалар. Енді істеп жатқаннан кейін әлі ондай стиль дегендей қойып үлгерген жоқпын. Шыны керек мен бапкер болдым деген ойда болған жоқ. Аяқ астынан болып кетті оның бәрі. Сонымен кейін деген қанша кісілердің айтуынша мен осы футболда жүргеннен кейін осыны ары қарай дамыту дұрыс болды да. Өйткені басқа өздеріңіз білесіздер, қанша жыл доп теуіп жүріп, бұдан басқа біз істемайтын сияқтымыз кәдімгідей. Содан кейін енді осы өзіміздің тәжірибемізді бөліскен дұрыс деп есептедім да мен. Сондықтан қазіргі таңда айтарлықтай мынандай бір атакующий дегендей стиль, болмаса оборонительный стиль дегендей оны пока айта алмаймын. Қазірге айта алмаймын. Енді қақпашылардан бапкер болғандар аз болды. Шинол Гренш бар, Черчесов бар, танымал. Кумуков бар. Олар бәрі қорғаныс ойнайды ғой. Мүмкін енді алда біраз тәжірибе жинаймыз, именно бапкерлікте біраз бапкерлермен жұмыс істейміз. Жайлап ойнаған уақытпен бапкерлік уақыт бәрібір екі түрлі ғой. Сондықтан бірінші тәжірибе жинап алдық, ал сосын ой түйіп, ары қарай кейін көреміз қалай болатынын. Қазірге анық былай айта алмайды екенмін. Енді ол болашақтың еншісіндегі мәселе ғой деп ойлаймын. Әрине, кім біледі, мүмкін мен қазір оқып жатырмын, қазір тренер боламын деп жатырмын, ертең мүмкін жаңадан бір тактик ойлап табамын дейсің бе? Б оқып, А оқып, Про оқып, может быть, главный тренер көтем кім біледі. Енді түбі мақсат сондай болу керек шығар деп ойлаймын енді. Енді қазір Б голкипер оқып жатырмыз, енді мүмкін екі направление бар. Болмаса қақпашылардың бапкері, болмаса главный сол сияқты көреміз енді. Уақыт көрсетер. Енді Самат осы жерде енді тағы да сауал қоятындар болса қоя жатар, микрофонды алып. Мына жерде 25-ші тур ойындарына жылдам шолу жасап өтуіміз керек. Айтып отырмыз, бүгінгі подкастымыздың басты мақсаты сол. Қызылжар Қайсар деген матчқа қандай бір ақпараттар айтасың? Жаңа Қайсар футбол клубы осы Астанада жүрді. Жоқ, Қайсар қазір келді, Қызылжарға бара жатыр ойынға. Енді менің ойымша негізі Қайсар өздері естіп отқандай екі тур ма уже ойынға шықпаймыз деп жаңағы енді бойкот жариялап отыр. Иә, қаржылай 3 ай болыпты.
проблемалар болып жатыр. Жала қалмаған. Енді ол енді әр клубтардың өздерінің нелері ғой. Ішкі проблемалар. Иә. Сондықтан білмеймін, енді бұл ойында Қызылжар фаворит сияқты, тем более үйінде. Сондықтан енді Қайсар енді ақша жоқ деп те ойнамай қоя салмайды. Бәрібір намысы бар, қанша жерде хоть легионер болсын, хоть басқа болсын, қазақ болсын, намысы болады ғой енді ойнап жүрген. Сондықтан намысқа тырысып ойнап береді деймін енді. Әрине. Оның үстіне ақша жоқ деп жүріп, елдің бәрін ұтып жатыр қазір. Қайсар соңғы 2 тур жаман гол ұрып жатыр. Айбар жақсылық. Шықпаймыз деп кеше Туранға шықты да ұтып кетті. Алдап жүрген сияқты елдің бәрін осылар. Андай қарсылас расслабовка. Иә. Енді келесі матч 2 қараша күні тура сол күні болады, сағат 4-те Алматыда Қайрат Ордабасы деген сұрапыл матч. Сол матчқа барасың енді стадионда. Боласың. Қандай пікір білдіресің? Енді Ордабасыда жаңа айтып тұрмын ғой, бірінші орын алған дұрыс еді деп. Енді Ордабасыда в принципе бүйтіп санағанда теоретический шанстар бар чемпионствоға. Жаңа қарап тұрмын да 4 очко. Сондықтан егер 2 ойын ұтса 6 очкомен мүмкін Қайрат пен Астанада очколарын доғал болады деген үміт бар ғой бәрібір. Где-то ар жақта болса да. Әрине. Сондықтан Қайратта тырысады чемпионствоға, Ордабасыда тырысады деп ойлаймын. Сендімін, ойлаймын емес, сендім Ордабасы ойнайды, ол жігіттер оларға күмән жоқ. Сондықтан кәдім гол көп болатын матч күтесің ғой сонда? 3 гол көретіндей, 4 гол көретіндей. Көп болмайды ау, өйткені көп болады десем, екі жақтында қақпашылары такой слабый деп айтып қалуы мүмкін да ол ше. Сондықтан енді қандай ойын болады? Ойын қызық болады, тартысты болады. Бірақ енді счет қандай болатын, бір Аллаға мәлім енді. Иә, екі тараптан да гол көретінге ұқсайды осы ойында. Шахтер Ақтөбе деген матч 3 қараша күні болады екен. Ақтөбе тады ғой. Таза, иә? Талқыламаймыз ба? Шахтер кішкене бір әрекет қылмай ма? Ну, әрекет қылады ғой енді. Шахтерді қатты бүйтіп басып соғады болмайды, бірақ енді өздеріңіз көріп тұрсыз. Ақтөбеге де ұпай керек қой енді, 37 ұпайы бар. Әрине. 2-ші орын алып кетуге шанс бар. Тем более кеше, по-моему, соңғы ойында қалай ойнады? Ақтөбе ұтылып қалды. Иә. Астанамен ойнады ғой. Иә, Астанамен ойнады. 2-0 ұтылып қалды, 1 гол ұрып саналмай қойды дегендей. Енді тағы бір матч бар, Жетісу Атырау деген кездесу. Жетісу Атырау. Талдықорғанда кәдімгі Қайрат Нұрдәулет командасы. Жетісуда критиканың астында қалды. Кеше Қайраттың ойыннан кейін тоже сдавали дегендей ойын болды, басқа болды. Бірақ енді бүгін оқысам, жаңа Арсен Сиюкаев айтып тұр ғой. Енді Арсен Сиюкаев действительно жақсы вратарь. Ол ойынды не қылады деген ойды вообще ондай ой жоқ. Менің личный ойым. Ойға кіріп шықпайды ондай. Мен эпизодты көрдім, енді жаңағы естественный поле, аяқтап келген нәрсе бар, оны жаңа айтып тұрған. Мен оны толық сенемін. Бізде осы жалпы Қазақстанда осы бір проблема бар да, біреу 90-ші минутта, 80-ші минутта, 89-ші минутта гол жіберсе, сатып жіберген деген әңгіме. Ол футболда ол маған айтатын әңгіме ғой. Мен Таразда жүрген кезде мен 2 рет автогол салғам. И барлығы маған критиканың бәрі маған төгілген. Сен әдейі істедің деп па? Әрине. Мен аламда өзіме гол салғам. Әрине критика айтады. Иә, мен действительно критиканың астында қалдым Таразда. Бір ойын болса мейлі ғой, 2 ойын болды. Да, қиын болды. Ну, ода тұрған ештеңе жоқ. Сондай психологиялық шабуылдар қиын жағдайда болдың дейсің ғой? Болды, қатты болды. Мені ол кезде дубльге алып тастады, дубльде жүрдім, дубльмен бірге ойнап жүрдім, қанша бір 4-5 ойынға бардым. Сондықтан мен ойлаймын, енді ол біздің долямыз. Ол обязательно барлық жерде сен құтқара алмайсың. Где-то қателесесің, где-то өзіңе автогол саласың. Ол нәрсе, футбол нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан жаңағы Арсен Сиюкаев биыл маған ұнап жатыр. Жетісудың қақпашысы. Действительно, Жетісудың жарты командасында жартыдан көп деп айтамын мен. Жақсы қақпашы жарты команда дейсің ғой. Бұрынғы Эричті тауып келді Қайрат. Вот примерно сол сияқты деп ойлаймын мен. Келесі жылда қалатын шығар енді Сиюкаев, басқа командаға ауысып кетпесе КПР-дан. Мүмкін, кім біледі, Жетісудың қазір өз проблемалары бар, басқалары бар. Мына жерде микрофон бар, сұрақ қоямыз десеңіздер. Жаңа микрофон бар еді ғой. Раз. Кімнің Шацкий мен Покатиловтың екеуінің мықты тұстарын айтып берші. Покатилов қандай, Шацкий екеуінің әйтеуір компоненттері әртүрлі ғой енді. Біреу жаңағыдай мысалға Покатилов аяқпен жақсы ойнайды, мысалға бірге бір шыққан кезде жақсы ойнайды.
Шацкий линияда жақсы ойнайды деген сияқты ше. Түсіндім. Негізі маған өзім жаңағы импонирует дейді ғой ойын. Шацкийдің ойыны ұнайды. Несімен? Определенный былайна несімен деп те айта алмайды екен. Бірақ әйтеуір ойын, соның ойыны өйткені мен соған кәдімгідей қызығам. Иә, ол менің құрдасым. Мен оған ризамын. Жаңағы сборный деңгейіне жетіп, сол ойнап жатқанына. Покатиловпен салыстырғанда салыстыруға келмейді ғой. Мысалға, Покатиловтың мынандай нелерін білемін да. Покатилов, мысалға, бірге бір шықса, мысалға ше, нападающий, Покатилов көп жағдайда алып шығып атады. Көретін шығарсыңдар, мысалға. Ұзын ғой өйткені. Жоқ, аяқпен жақсы ойнайды, реакциясы, мысалға, Украинамен болған 2 матчта да, мысалға. Аншама мертвый нелерді алып шықты. Еремчук бірге бір шыққан кезде алып шықты. Осы Астана аренада болған кезде 3 рет шықты да, Украинаның несі. 3 рет 1-1 шықты ғой. 3-еуінде де алып шықты Покатилов, мысалға. Әрине бір кей кездері бір... Бірақ кейде ұйықтап қалатыны бар дейсің ғой. Енді алыстан тепкен кезде кетіп қалатындар бар. Игорь Шацкийде де ондай моменттер көп. Енді бұл жерде мен бүйтіп тұрғанда жаңа жақтап жатқаным емес, но Шацкийде, Покатиловте үлкен деңгейдегі қақпашылар. Мен де солармен бір деңгейлес болар едім деп айта аламын. Иә, белгілі бір себептермен карьераны қоюға тура келді. Но иногда мен қазір жилет деймін, қалай да? Иә, өкінем, неге шыны керек, сөйтіп қойып, осындай не маған, сол деңгейге жете алмағаныма. Әр вратарь, әр қақпашы индивидуально басқаша. Жаңа айтып тұрсыз ба? Покатилов, ол өзінің бір сильный жақтары бар. Қандай? Жаңа сіз айтқандай, 1-в-1, допустим, ол действительно телосложениесі кәдімгі крупнее, ол действительно. И ментально ол кішкене тұрақты деп айтам ба, андай, немного флегмат дегендер болады, қатты бүйтіп ойлана бермейдіңдерші. Ровно бүйтіп не қылады жүретіндер. Реакция. Иә. Ал Шацкий, ол өмірде де, ойында да уже Сақ жүреді. Сақ жүргенде де жаңағы адамдармен де сөйлесу манера, коммуникация дегені ол бөлек басқаша оңқы. Содан да көруге болады. Полде қалай ойнайтыншы. Сондықтан кішкене разница бар оларда. Жақсы. Үздік матчыңды айтшы. Ең күшті тұрдың деген. Мен мысалы білемін. Қайсы бірін айтайын, ол 4 матчтың біресі. Мен ойлаймын, Астанамен де ойлаймын, Ақтөбедегі. Сен Ақтөбемен Қайсармен ойнаған кезде өте жақсы тұрдың. Қайсар 3 рет бірге бір шықты, 3-еуінде де алып шыққан бір кезің болған. Қобыланды Батырда ма ол? Жоқ, ол неде болды, школьный неде болды, ойнап Иә, Ақтөбеде матч. Иә. Шынересіне жоқ екен. Сен оны өзіңді айттың бір нелерде, Нұрсұлтанмен болған подкастта, ең бір жаңағыдай айттың ғой, жаңағыдай... Қай жыл, 16-та 17-те ма? Иә, 16-17-дің екеуін біреуінде жаттығудың кезінде мен бүкіл голдарды жіберіп аттым, содан кейін бапкер айтты маған, бар демал деп айтты, сосын ертесіне бардым да. Бір күн демалып кеп ертесіне основа ойды деген. Ол жоқ, Қайсар емес, ол Шахтер шығар. Мүмкін, иә. Өйткені, ол момент бар, предыгровой тренировкада, мен шықтым тренировкаға, ол кезде Каско Сергей Викторовичпен жұмыс істедім. Енді ол бапкердің өнері ғой, кәдімгідей жаңағы өзім жұмыс істеп жатқан футболшымен ішкі дүниесіне кіріп білу да. Сол кезде бір 10 минутта тренировка бастаған предыгровойдың. Бір упражнение болмай жатыр. Сөйтіп келді да, сөйлесті да, бар, бол, демал деді, ертең ойынға дайындал деді. Келесі күні действительно ойын кәдімгі жүрді. Ол сол Шахтердің ойын алды деп есімде, по-моему, солау деймін. Егер қателеспесем. Сол кезде действительно ойында уже кәдімгі, и кейін ойыннан кейін мен тренерге жақындап айтқаным бар. Действительно кәдімгі ішкі дүниеге кіріп сөйлескен. Сол менің өмірімде болған действительно екі тренер, ол не айтып бетіп, белек бететін, ол біріншісі Олег Игоревич Воскобойников, сол кісі мені кәдімгі тәрбиелеген. Сосын жаңағы Сергей Викторович Каско. Аз уақыт болдым ол кісімен. Бірақ действительно уже менің футболист ретінде тұрақталып, уже жиналған уақытында келген кісі да ол. Уже ол кезде уже нақты берген указаниясын мен істей алдым да. Сондықтан осы екі кісіні мен
атып кетер едім өмірімдегі. Дұрыс, рахмет. Енді мына жерде 3 қараша күні Тұран мен Жеңіс арасындағы матч бар екен. Соған да менде талқылайтын ештеңе жоқ деп ойлаймын. Енді аутсайдерлер турнирлік кестеден шығып қалған команда түсінікті. Шахтер шығып кетті. Екеуінің ойынында енді Тұран өз алаңында жеңіске жетсе жететін шығар. Ал енді басты талқылайтын тақырыбымыз бұл Тобыл мен Астана арасындағы матч болып отыр. Осы ойында Тобыл командасы тойтарыс береді. Астананы тіпті жеңіп жіберуді мүмкін деген болжам айтқым келіп отыр. Осыған қалай қарайсың? Астана ұтады деп ойлаймын мен. Өйткені чемпионствоға таласып жатыр ғой. Егер ұтылып қалған жағдайда ар жақтан Қайрат пен Ордабасы. Ну, опять-таки бұл жерде тең ойнап қалса ше екеуі Қайрат. Өйткені Ордабасымен ол жерде де Қайрат ұтады деген не жоқ қой. Иә. 100%. Олар ұту керек. Ордабасы ұту керек. Сондықтан мұнда Тобыл мен Астана қызбай болады. Енді Астана жеңеді деп отырсың, мен Тобыл жеңілмейді деп ойлаймын. Астана жеңеді деп ойлаймын. Мінекей осындай жағдай. Енді 26-шы тур бар бізде, одан кейін 9-шы қараша күні Қазақстан чемпионаты аяқталады. Ақтөбе өз алаңында Тұранды қабылдайды, Астана өз алаңында Жетісуды қабылдайды Алматыда. Атырау Қайрат арасындағы матчта да көп нәрсе шешілетін сияқты осы. Атырауда ойнай ма? Атырауда ойнайды. Атырау ұтып жібереді сол ойында. Қайрат шамасы жетпей қалуы мүмкін Атырауға. Жеңіс Қызылжар, Қайсар Тобыл және Ордабасы Елімай деген матч бар екен Шымкентте. Осы ойынға барып қайтпайсың ба жалпы Шымкентке үй жаққа? 9 ноябрь ма? Өте қызық матч болды. Бірақ ол кезде үйге барып стадионнан көргеннен телевизордан көрген екеуі бір сияқты ғой. Айырмашылық жоқ дейсің бе? Тағы да сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Басқа кісілерге де берейік та, мұнда сұрақ қойсыңызға болады. Ана жақта бар екен, иә. Микрофон беріп жіберсеш. Соңғы бір 2-3 сауал болсын, сонымен бүгінгі подкастымызды аяқтайық. Өйткені бізде оның ары қарай квиз ойындары бар. Сәлеметсіздер ме? Сізге сұрақ, қақпашы болып қақпаны доптан қорғау оңай ма, әлде қақпашыларды баптау оңай ма? Бәрекелді, не деген сұрақ? Әдемі сұрақ. Негізі екі жақта оңай емес ол. Бірақ маған өзім қақпашы болған оңай деп ойлаймын. Өйткені өз-өзіме жауаптымын. Опять-таки өзім жауаптым дегенде командамен взаимосвязь болады ғой. Бірақ сонда да мен өзімнің іс-қимылыма өзім жауап бере аламын да. Өзің территорияң бар. Иә, өзім территориям бар. Ал бапкер болғанда, енді әрине бапкер болғанда бапкерлердің міндеті өзінің ойын жеткізе білу. Жеткізе білгеннен бұрын соны жеткізіп, ол ары қарай соны түсіну да. Уақытысында маған айтатын еді, ты слушаешь, но не слышишь деп. Жаңа бұрын айтатын еді, бір құлақтан кіріп екі жаққа ұшып кетеді дегенде. Сол сияқты жеткізе білу, ол да үлкен жұмыс, үлкен жұмыс, ол өнер шыны керек. Ал мына жерде сұраққа келгенде, мен ойлаймын, өзің ойнаған оңай деп ойлаймын. Бапкер болғаннан. Бапкер болғаннан гөрі. Көптеген футболшы болған бапкерлер сөйтіп айтады ғой, жалпы. Өзім ойнай салғаным жақсы болды. Өйткені біз қазір күйші лигада ойында тұрамын, мен де жаңағы қарап тұрамыз ғой енді бапкер болып. Сосын бір ситуация, не только вратарь, даже польда жүрген балдарға қарайсың да, өзін шығып кеткің келеді польдаға ше. Уақытта бізге де айтатын еді, жігіттер, сендер ойнайсыңдар польда, біз шыға алмаймыз деп, сол уақытқа мен де келіп тұрмын да, сол мен қайталап жатырмын кәдімгідей. Сол сияқты ойнаған оңай деп ойлаймын. Импровизация болады өзінде. Өте дұрыс. Енді Қазақстан чемпионатын биыл енді талқылап жатырмыз, әр тур сайын подкасттар түсіріп жатырмыз. Жалпы биыл өте қызықты өтіп, 4-5 команданың чемпиондыққа үміті болды. Биылғы жалпылама алғанда чемпионатқа пікірің қандай жалпы? Бітті ғой енді, 2-ақ тур қалды дегендей. Бәсекелестік ұнап жатыр ма саған? Биыл жақсы негізі. Бір минус жаңағы төмен жақтағы вылеттағы командалар Ақсуды ішіп кеткен дұрыс болмады. Сәл екеу болған кезде где-то талас болатын еді. О жақта да қызық болып жатады. Иә, прям соңғы турға шейін талас болған кезде кішкене қызық болатын еді. Ал бұл жерде уже 3-4 тур бұрын Шахтерді все отцепили, уже все, уже қалған командалар расслабились. Тот же Женис, Туран, болды шықпаймыз уже дегендей да. Бұрын естеріңізде ме, біз ойнап жүрген кезде 16-та ма, 17-те ма не бар еді? 16-та есінде болмаса. Екке бөлу ма? Екке бөлу, 6-лықта қалсаң болды, уже ары қарай ойнамай қойсаң болады да, уже никак түспейсің.
Вот сол сияқты болып тұр да бұл жерде. Ал жоғарғы жақта действительно интрига болып жатыр. Қазір менің ойымша, менің қалауым Астанамен қайрап не ойнаса екен деймін. Золотой матч. Бұндай ұзақ болды ондай болмаған. Қай жерде ойнаймыз сонда оны? Ол Түркістанға барып па тағы да? Түркістанның газоны мықты екен деп? Екеуі де Алматыда жүр ғой, Алматыда ойнаймыз. Екеуі де Алматыда. Алматының орталық стадионын Астана түбірі алматылық мегаспорт. Негізі ма? Алматылық қой. Енді оны ешкім қазір мойындамайды ғой қазір мына заманда. Енді мойындамасын. Мына сөзіңе қазір біраз жанкүйер қарсы шығады ғой. Елордалық команда. Менің ойым солай. Кім айтса да, менің ойым солай. Енді әрқайсының өзінің ойы бар. Менің ойым солай. Алматы деген команда болды, мегаспорт болды, кейін олар құрылып, жабылып, бірігіп, Локомотив деген команда болды. Локомотив болды, иә. Негізі сол шығар. Сондықтан, мен ойлаймын енді, Алматыда ойнасын. Қызық болады, өзім Алматыдан кейін барып көреді едім. Например, жаңағы бәрі айтып жатыр ғой, Астана мен Челси Астанада ойнасын депші. Мен Алматыда ойнаған қалайын барып көретін. 12-ші желтоқсан күні масқара суық болады ғой. Енді бәріміз деп отырамыз енді жылы. Кофе ішіп, шай ішпейсің қайда-қайда. Енді осындай бір қызық жағдай болып жатыр. Ол енді әлі нақты шешілген жоқ. Бүгін Астана футбол клубының жанкүйерлері хат жазыпты арнайы. Осы Астана футбол клубының жанкүйерлері министрге хат жазыпты. Спорт министріне осы матч Астанада өтсінші, кішкене көмектесіп жіберіңіз деп. Өйткені газон төселіп болып қапты. Бірақ оны тексеру керек қой УЕФАдан келген адамдар. Содан кейін бір. Ол да бір ай уақытты, 2-3 апта уақыт алады енді. Енді кешеден бері айтып жатыр ғой, официально деп жаңағы Алматыда ойнайды деп, өйткені Қайсар Бекеевтің интервьюін көрдім мен кеше, бір жерден оқыдым. Енді ол кісі де айта салмайтын жер. Алматыда ойнаймыз деп айтып жатыр ғой өзінде. Либо біреу жай жаза салды. Енді өзің ойлашы, қар кәдімгі басып түсіндім, қайбір жылдары финал болды, не болды. Әрине ол ұят. Енді ондай деңгейдегі ойын үшін дайындайды деп ойлаймын. Тазалап жан-жағын дейсің. Тазалап не алса да пакетпен жоқ қоя алмаймын, білмеймін, бір амал Центральный стадион төбесіне пакет па? Кім біледі, амал сима деп ойлаймын енді. Жарайды, тамаша. Тағы да сауалдарыңыз болса, қойсаңыздар болады. Сауалдар бар ма? Бір сауал бар екен. Ана микрофон ақ еркеде. Ар жақта да кісі. Мында Елтай сұрақ қоямын деп отыр екен. Ассалаумағалейкум, Самат. Уағалейкум салам. Сіз қақпашы болғандықтан мұндай сауалым бар да. Қазір мысалы дүние жүзінде мұндай тенденция отыр ғой. Қазір қақпашылар қолмен емес, аяқпен ойнағанда кішкене көбісі көп бапкерлер қалайды. Соны сіздің өзіңіз көзқарасыңыз қандай? Менің көзқарасым оған тура, өйткені қазір тенденция дейді, қазіргі қақпашылар аяқпен алаңдағы футболшылардан жақсы ойнау керек дейді. Өйткені қазір өзіңіз көріп жатсыз, футзалдағы егита қалай ойнап жатыр, сол сияқты футзал мен үлкен футболдың айырмашылығы қатты үлкен емес қой. Сондықтан қақпашы егер аяқпен жақсы деңгейде ойнайтын болса, ол командаға үлкен көмек. Енді елдің бәрі Нойерді көріп содан басталды ғой, осы қазіргі заманауи қақпашылардың бәрі аяқпен керемет ойнау керек деген талап қойылып отыр. Бізге де қазір оқып жатырмыз ғой, біздің бапкер болғаннан кейін біз тәрбиелеп жатырмыз нелерді, қақпашыларды. Оларды да аяқпен ойнауын талап етіп жатыр, тез. Жылдам, тез ойнауын. Өйткені айта кетелік, егер қақпашы аяқпен жақсы ойнаса, ол үлкен көмек болады командаға. Мен иногда менің минусым, аяқпен қатты жақсы ойнамаған мен. Неге? Өйткені мені көп командамен взаимодействие қоспағанда, где-то квадрат, мен соны қазір жасқыранда балдарға бас бапкермен сөйлесіп, арасында сондай аяқпен ойнайтын кейбір квадрат дейді, неде бар ғой, соларға мен қостырып. И иногда мен өзім отдельный болып қақпашылар алып кетіп өзі жұмыс істеген кезде какой-то уақыт аяқпен жұмыс істеуге үйретем. Дұрыс, әрине. Қазір мен жылдың басынан бастап оқыған жоқпын, где-то бір июльден бастап оқып жатырмыз. Мен бұна б-голкипер лицензияны модульдер оқып жатқаннан кейін біраз мен ақпарат алып жатырмын. Действительно, оған дейін мен тіпті дұрыс жұмыс істемейді екен. Енді соны іс жүзіне практикаға енгізуің керек қой. Қазір енді жоспарлап бәрі неғаннан кейін, Құдай қаласа
жақсы жұмыс істейміз деп ойлаймын енді, кім біледі. Иә. Қазақстан футбол федерациясының ішінде осы Б голкиперден бөлек кәдімгі С категориясы, А про категорияларының бүкіл бапкерлерінің барлығында оқуы жүріп жатқанын айта кетуіміз керек. Оған түсуге болады, құжаттар тапсыруға болады. Одан бөлек футбол менеджерінде дайындайтын арнайы бізде университет бар. Алма-Ю университеті. Осы жуырда енді инсайт ретінде айта кетейін, еш жерге шықпаған ақпарат. Сол футбол менеджментін оқып жатқан адамдардың ішінде 26 адам ғой, тағы да енді келесіне түсуге болады. Сол адамдардың 6-ауы Барселона футбол клубына бір аптаға кәдімгі тегін жұмыс істеуге жіберіледі. Стажировкаға. Кәдімгі ноу-камп бар ғой, Барселона кәдімгі сол жақтағы. Соның өзіне барады. Ол жаңағы Алма-Юдағы менеджменттің жаңағы бір вебинарларына қатысып, мен оған оқимын деген ой болған. Қол тимейді бірақ, уақытта жоқ дейсің. Қол тимейді емес, негізі ондай ол жақ қарай қатты түңілмедім бе? Қазір енді мен жаңа айтып жатырмын ғой, бапкерлік жақ. Бірақ енді мен бапкерлікке не үшін келдім? Опять-таки жаңағы өзің білесің, мен Алматыда жаңағы клуб аштым, детский клуб аштым дегенде, вот соның управлениясы бәрі бетіп не тұр да, келіп тұр. Соған енді маған қазір сол менеджментті маған қазір оқу керек болып тұр. Соны дамыту керек. А32 ме қандай еді? Академия 32. Академия 32. Ол қалай болып жатыр жағдайы, қалай? Балалар саны қанша? Уже бір жыл болып қалды енді. Балалар саны аса көп емес, өйткені мен биыл жасқанда болғаннан кейін көңіл бөлу аз болып жатыр ол жаққа. Сондықтан чемпионат болып басқа болды. Оқуда биыл әншейін біз модульге бара салмаймыз, бізге домашний задание береді, сол домашний задание біз түсіруіміз керекпіз да. Жаңағы видео бәрі. Сондықтан действительно уақыт болмай кетті. Қазір енді осы аяқтардық, енді жайлап қолға алу керек болып жатыр, құдай қаласа. Енді біраз бала жинап алсақ, енді өзіміздің таныс бар, басқа бар не дегенмен жаңағы балаларға мүмкіншілік бар да. Біз где-то сөйлесіп, где-то таныстар бар, басқа бар. Жаңағы действительно баланың ынтасы болса, соны продвигать етіп, ары қарай көмектесіп жіберуімізге мүмкіндік бар. Әрине. Өте тамаша, бұл менің ойымша өте керемет іс, оны одан ары қарай жалғастыру керек, және ол одан ары қарай дамиды деген ойдамын. Қадірменді достар, көрермендер, енді бүгінгі мына подкастымызда айтылатын нәрсенің барлығын айттық, чемпионатқа болжамымызды да жеткіздік. 25-ші турға чемпионаттың соңғы ойындары енді 9 қараша күні болады. Біз 7 қараша күні түсірілім осы жерде видеоны тағы да түсіреміз. Сіздер Астана қаласындағы Қабанбай Батыр 11 адресіндегі Фанбар спорт барына келіп, келесі подкастымызға осылай қатысып сұрақ қойсаңыздар болады. Бүгінгі студиямызға алтын уақытыңды бөліп келгенің үшін зор алғыс айтамыз. Рахмет саған. Самат Отарбаев болды бүгінгі біздің подкастымызда. Жеңісті күндерде жүздескенше сау, сәлеметті болыңыздар, қадірмен достар.